Біз жарнамалаушы іздеп жүрміз, бауырым. Сен кімсің? Онда іздегендеріңді таптыңдар, бауырлар. Алдына жарнамалаудан жан салмайтын фалдар фөсе деген мен болам. Ойды деген ай. Бізге де керек осындай адам емес па? Фалдар фөсе дейді? Необычный есім екен, е? Чо там, не қыламыз? Ақшаға ма әлде бартерге сөйлесеміз ба? Онда былай жасайық. Жаңа ұрғында 2 точкасы бар. Соған барып қайтайық. Ой, жоқ, бармайым. Өзім рекламадан жаңа кеп тұрмын. Енді не қыламыз? Ой, қазір дамыған заман емес па? WhatsApp-тан жібере сал. Telegram-мен качественный болып келеді. Болмаса видеосын соған жібере сал, істеп бере салам. Қазір алдыңа келсек көресің ба? Конечно, не вопрос. Ой, ол жағын қатырамыз онда. Кәнеке шеп бобыр, көрсет өнерім. Ойбай, фастфуд, ой фастфуд. Алдымызға. Кел фастфуд. 90 түрлі фастфуд жоқ. Тоқетерін айтыңдар. Ой, маған сол 5 донер, 16 бургер, бір шелек чикен. Бір шелек чикен? Ой, көзін тоймайтын немене бар ма? Бір самауыр шай болса. Бір самауыр шай? Болды. Ай, момент. Сонымен, сенің жеп отқан асың барлығы Донер Кингтің фастфуды. Чикені кәдімгідей дәуе, аузыңа сыймайтын. Бургерінің өзін нағыз профессионал істейді. Осы фастфудты қазақстандықтарға танытып, қызығына қарық болайық. Сендерге жарнама оңай сияқты көрінеді. Ол үшін бір акция ма, скидка ма бір бәле ойлап табуымыз керек. Сонда ғана бәрі нормально болады. Онда не істесек болады? Көп сауда жасаған адамдарға бір алыс сапарға путевка беріп жіберу керек. Онда сен соны ұйымдастыр. Ал біз қаржы жағынан жауап береміз. Ішім ауырып кетті, туалетке барып қайтайын. Ай, шықпай тұрып айтып кетсейші. Енді бұтымызға жібереміз ба? Айттым ғой, халыққа болмаған жағдай істейміз, болды.